Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 70-ші сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз кері есептер. Бірінші тапсырма: есептер құрастырып, оларды шығар. Балалар орманға саңырауқұлақ теруге келді. Олар томарқұлақ пен арыш тапты. Бұл жерде балалар біз томарқұлақ пен арыш саңырауқұлақтарының санын табуымыз керек екен. Балалар, мынау саңырауқұлақтың түрін томарқұлақ деп атаймыз, ал мынау саңырауқұлақтың түрін арыш деп атайды екенбіз. Есептердің қандай армашылығы бар? Не байқадың? Балалар, бізде төменде А, Ә және Б нұсқалары берілген. Ендеше біз осының А нұсқасынан бастаймыз. Томарқұлақ 5 дана, арыш 3 дана. Барлық саңырауқұлақтың санын сұрап тұр. Ол есептің шешуі 5 қосу 3 тең 8 дана, яғни томарқұлақтың саны мен арыштың санын бір-біріне қосқан екен. Жауабы 8 дана саңырауқұлақ. Мінекей бұл жерде сұлбасы да берілген. Томарқұлақтың саны 5, арыштың саны 3 екен. Яғни бізден барлық саңырауқұлақтың санын сұрап тұр. Балалар, келесі ән нұсқасы: томарқұлақ 5 дана, арыш белгісіз. Барлығын қосқанда 8 дана. Бұл есептің шешуі 8 азайту 5 тең 3 дана. Яғни барлық 8 данадан 5 дана томарқұлақтың санын азайтқан екен. Сонда бізде арыштың саны шығып тұр. Яғни бұл жерде есептің сұлбасы да берілген. Барлығы 8 дана, оның 5 данасы томарқұлақ, ал арыштың саны белгісіз. Келесі Б нұсқасы. Бұл жерде томарқұлақтың саны белгісіз, арыш 3 дана, барлығы 8 дана деп тұр. 8 азайту 3 тең 5 дана, яғни барлық саннан бұл жерде арыштың санын азайтып тұр. Сонда бізде томарқұлақтың саны шығады екен. Жауабы 5 дана томарқұлақ. Енді бұл жерде есептің сұлбасына да мән береміз. Бұл жерде барлық саңырауқұлақтың саны 8 деп тұр. Томарқұлақтың саны белгісіз, ал арыштың саны 3 дана екен. Балалар, төменде бізде ереже берілген. Мұндай есептер кері есептер, өзара кері есептер деп аталады. Есептің шартындағы белгілі шама ізделінді. Шамаға айналатын есепті берілген есепке кері есеп деп атайды. Бұл жерде А есепке Ә және Б есептері кері есеп болып тұр. Келесі екінші тапсырма: есептерді шығар, оларды салыстыр. А нұсқасынан бастаймыз. Әлия 10 саңырауқұлақ, ал Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Екеуі бірге неше саңырауқұлақ терді? 10 қосу 20 қанша болатынын біз қазір анықтауымыз қажет. Енді осы есептің қысқаша жазылуын көрсетеміз. Әлия 10 саңырауқұлақ терді, Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Барлығы қанша саңырауқұлақ терді? Бұл есептің шешуі 10 қосу 20 тең 30 саңырауқұлақ. Яғни Әлияның жинаған саңырауқұлағы мен Сырымның жинаған саңырауқұлақтарын бір-біріне қосады екенбіз. Сонда жауабы екеуі бірге 30 саңырауқұлақ терді. Балалар, келесі ән нұсқасы: Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Әлия 10 саңырауқұлақ терді. Сырым неше саңырауқұлақ терді? Енді балалар, бұл есептің қысқаша жазылуын көрсетеміз. Әлия 10 саңырауқұлақ терді, Сырым белгісіз саңырауқұлақ терді. Екеуін қосқанда барлығы 30 саңырауқұлақ терілген екен. Бұл есептің шешуі 30 азайту 10 тең 20 саңырауқұлақ. Яғни бұл жерде барлық саңырауқұлақтың санынан Әлияның жинаған саңырауқұлақ санын азайтады екенбіз. Сонда жауабы Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Келесі Б нұсқасы: Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Әлия неше саңырауқұлақ терді? Бұл есептінде балалар қысқаша жазылуын көрсетеміз. Сырым 20 саңырауқұлақ терді, Әлия белгісіз саңырауқұлақ терді. Екеуін қосқанда барлығы 30 саңырауқұлақ терген. Енді бұл есептің шешуі 30 азайту 20 тең 10 саңырауқұлақ. Яғни барлығы жиналған саңырауқұлақтың санынан Сырымның жинаған саңырауқұлақ санын азайтады екенбіз. Сонда жауабы Әлия 10 саңырауқұлақ терді. Ал балалар, осы есептерді салыстыратын болсақ, А есебіне Ә, Б есептері өзара кері есептер болып тұр. Бала, келесі үшінші тапсырма: өзіндік жұмыс есепте дейді. Бұл жерде бізде қосындылар және айырмалар берілген екен. Ендеше осыларды есептеп көрсетеміз. 30 бен 20-ның қосындысы 50-ге тең. 70-тен 40-ты азайтқан кезде 30 болады. 60-тан 30 азайтқан кезде 30 қалады. 10-ға 80-ді қосқанда 90 болады. 100-ден 60 азайтсақ
40 қалады. 80-нен 40 айтқан кезде 40 болады. 90-нан 70 айтқан кезде 20 қалады. 30 бен 40-тың қосындысы 70-ке тең болады екен. Балалар, келесі 4-ші тапсырма математика күнделікті өмірде математикалық жарыс. Бізде сөйлеуден мәрегеден жетуіміз керек екен. 5-ке 2-ні қосамыз, шыққан саннан 4-ті азайтамыз, шыққан саннан 2-ні азайтамыз, шыққан санға 3-ті қосады екенбіз. 5-ке 2-ні қосамыз 7, 7-ден 4-ті азайтқан кезде 3 қалады, 3-тен 2-ні азайтқан кезде 1, 1-ге 3-ті қосқанда 4 болады. Келесі 9-дан 3-ті азайтқан кезде 6, 6-ға 4-ті қоссақ 10, 10-нан 2-ні азайтқан кезде 8, 8-ден 3-ті азайтқан кезде 5 қалады. Балалар, бүгінгі өткен тақырыбымыз сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.